Төртбұрышқа ұқсайтын үйімізде есік бар көбінше. Осы есікті жақсылап жаттап қалыңыздар, сонда төртбұрышпен шашыны мүлдем шатастырмайсыздар. Менің есігім енді сәл көлденеңнен сызылған, ал үйіміздегі есік тігінен тұр. Мектебіміздегі, сыныбымыздағы есік. Ал енді бұның периметрін табу үшін не істейміз? Ең алдымен төртбұрыштың ережесін есімізге түсіреміз. Төртбұрыштың қарама-қарсы қабырғалары бір-біріне тең. Яғни мына қабырғасына мына қабырғасы қарама-қарсы, яғни осы екеуі тең. Мынау 3 болса, мынау да 3. Мынау 2 болса, онда мынау да 2. Мынау мен мынау тең ба? Жоқ. Мынау ұзын, ал мынау болса қысқа. Ал оған мынау тең. Көрдік па? Қарама-қарсы қабырғасы деп сол үшін айтамыз. Ал енді бұның периметрін табу үшін бір қабырғасын А, бір қабырғасын Б деп аламыз. Себебі екеуінің ұзындықтары екі түрлі ғой, ал шашыда бәрі бірдей. Екі түрлі болғасын, оны екі түрлі әріппен аламыз. Енді мына жаққа жазамыз. Пи тең деп. Пи тең А қосу Б жақшаның ішінде. Яғни, мына қабырғасы мен мына қабырғасының ұзындығын қосамыз. Оны екіге көбейтеміз. Не үшін екіге көбейтеміз? Себебі қарама-қарсы екі қабырғасы тең. Мына екеу тең, мына екеу тең. Ал мынада 4 қабырғасы тең болған үшін 4-ке көбейттік. Осыны не үшін екенін ұмытпаң. Енді мынаның периметрін табу үшін оны сызғышпен өлшейміз. Біз сіздерменен 2-ші сыныптың 4-ші тоқсанында көзбен өлшеуді үйрендік. Яғни, дәптеріміздегі торкөздердің көмегімен көзбен өлшейміз. 1 сантиметр ол дәптеріміздегі торкөздің екеуі. Міне, 2 торкөз. 2 торкөз болса, демек бұл 1 сантиметр. Ал мынау неше сантиметр? 1, 2, 3, 4. Бұл 4 торкөз. 2 торкөзім 1 сантиметр шықты. 4-ті 2-ге бөлсем, онда мына жерім 2 сантиметр. Егер сізге олай есептеу қиын болса, бүйтіп есептесеңіздер болады. 1, 2, 1 сантиметр, 1, 2, 2 сантиметр болды деп есептесеңіздер болады. Енді астына жазамыз. Пи тең. Жақшаны ашамыз. А-ның орнына неше сантиметр? 1 сантиметр. Қосу. Б-ның орнында неше сантиметр? 2 сантиметр. Көбейту 2. Мына формуладағы 2 ол өзгермейді. Бірінші жақшаның ішін есептейміз. 1-ге 2-ні қосамыз. 3 сантиметр. 3-ті 2-ге көбейтеміз. Демек 6 сантиметр шықты. Тең 6 сантиметр. Яғни периметріміз тең 6 сантиметр. Мына жерге 4 бұрыш болса, 4 бұрыштың несін жазып қойсақ болады. Ал мына жерде мына фигурамыз периметр. Ненің периметр бұл? Шашыныкін осылай сызып қойсақ болады. Осылай есептерді қайталап кітаптарыңыздар бар болса шығара берсеңіздер болады.